Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сыныптың оқушылары, қалыңыз қалай? Бүгін біз география пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағуға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім табиғатты пайдалану және геоэкология бөлімі бойынша жиынтық бағалау болып, бізде ПЖБ номері 1, 2 тоқсанның алғашқы ПЖБ тапсырмасы. Геоэкологиялық зерттеулердің мәні мен мазмұнына және бағыттарына қатысты мәтінді оқып инфографика түрінде көрсетіңіз деп бізге берілген екен. Бұны енді әрине сіздер өздеріңіз оқып алады деген ойдамын. Инфографика деп жалпы салып кеткен болатын. Осыны қарасаңыздар болады. Геоэкологиялық жүйелердің жоғары иерархиялық деңгейлерін зерттейтін экология ғылымының бір саласы. Геоэкология терминін алғаш 1939 жылы контроль ұсынған геоэкологияны ландшафт экологиясы деп те атайды. Геоэкология пәнінің мақсаты табиғатты қорғау туралы ілімнің ғылыми негіздерін зерттеу, жердің табиғи антропогендік жүйелерінің экологиялық сан ретінде геоэкологияның негіздеуші принциптерін зерттеу, қолданбалы экологияның теориясы мен тәжірибесін іс жүзінде қолдану, зерттеу әдістемелері, қоршаған орта зерттеулерінің әдістемелері, химиялық элементтердің табиғи және жасанды көздерінің сипаттамасы, шаруашылық қызметінің қоршаған ортаға әсері. Геоэкологияның бағыттары: жалпы геоэкология жерге ортақ жаһандық үдерістер, құбылыстарды зерттейді. Экологиялық география, геоморфология ресурстары экологиясы, атмосфера экологиясы, гидрология. Келесі бізде қолданбалы геоэкология. Қолданбалы экология шаруашылық іс-әрекетте байланысты экожүйенің өзгерістерін зерттейді. Агроэкология, урбан экология, орман шаруашылығы. Бізде келесі аймақтық экология. Геоэкология бұл нақты территориядағы шаруашылық іс-әрекетке байланысты геоэкожүйенің өзгерістерін зерттейді. Табиғат зоналарының геоэкологиясы, өзен бассейндердің геоэкологиясы. Негізгі міндеттері: табиғатты қолдану негіздерін зерттеу, экология аудандастыру әдістерін қарастыру, экологияны ластайтын заттардың қайнар көздерін табу, геоэкологиялық құрылымды зерттеу, қоршаған ортаның ластану деңгейін анықтау. Екінші тапсырма: дүниежүзі бойынша мұнаймен ластанған картаны қолданып тапсырмаларды орындаңыз. Дүниежүзілік мұхиттың мұнаймен ластану картасы дүниежүзілік мұхиттардың мұнаймен ластану деңгейін анықтап кестені толтырыңыз деген. Бізде өте ластанған Атлант мұхиты, ластанған бұл бізде Үнді мұхиты, орташа ластанған бұл Тынық мұхиты, ластану мөлшері аз бұл солтүстік мұзды мұхиты. Мұнаймен ластанған аудандардың ластануының екі себебін анықтаңыз деген. Біріншісі бұл мұнайды өндіру және өңдеу, мұнайды тасымалдау барысындағы апаттар. Келесі, мұнаймен ластанған аудандардың қоршаған ортаға тигізер екі салдарын түсіндіріңіз деген. Судың сапасының нашарлауы, мұнаймен
судың сапасының нашарлауы мұнаймен ластанған аудандарда судың сапасы төмендейді. Бұл адамзат үшін де, жануарлар мен өсімдіктер үшін де қауіпті. Ластанған су көздері, су тарту жүйелері мен су ресурстары ауыл шаруашылығы үшін жарамсыз болуы мүмкін. Мұндай ластану жергілікті экономикаға, әсіресе балық аулау мен туризм салаларына теріс әсерін тигізеді. Экономикалық шығындарға келетін болсақ, мұнаймен ластанған аудандар экономикалық шығындарға да әкеледі. Ластанған су ресурстары мен экосистемалар барлық шаруашылығы мен туризм саласында теріс әсер етіп, жұмыс орындарының азаюына және табыстың төмендеуіне себеп болады. Үшінші тапсырма: мәтінде және суретті қолданып тапсырмаларды орындаңыз деп бізге берілген екен. Антропогендік факторлардың 1975 жыл мен 2008 жылдар аралығында жер бедері мен қоршаған ортаны қалай өзгерткенін сипаттаңыз. Жер бедерінің өзгеруі, жергілікті ландшафтың бұзылуы, топырақ құнарлылығының нашарлауы, жергілікті флора мен фаунаның азайып, экожүйенің бұзылуы. Келесі Б бөлігінің тапсырмасы: бізде эскондидо мыс кен орнына әсер еткен антропогенді факторларды азайтудың екі жолын қарастырыңыз деп бізге берілген. Біріншісі бұл су ресурстарын үнемдеу және қайта пайдалану. Мыс өндіру процесінде қолданылатын суды үнемдеу шараларын енгізу, заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану арқылы суды қайта өңдеу және пайдалану жүйесін енгізу антропогенді факторлардан келген зардапты азайтып, қайта қалпына келуге өз үлесін қосады. Экологиялық нормаларды сақтау және мониторинг жүргізу мыс кен орындарындағы өндіріс процестерінде экологиялық нормаларды қатаң сақтау маңызды. Бұл үшін табиғатты қорғау заңнамасын күшейту қажет. Өндірістік қалдықтарды бақылау және ластануды азайту жөніндегі шараларды іске асыру қажет. Сонымен қатар экологиялық мониторинг жүйесін енгізу арқылы ластанудың деңгейін үнемі бақылап отыру антропогендік факторларды азайтудың ең қолайлы жүйесі болып табылады. Құрметті оқушылар, осымен біз толықтай тапсырмамыздың барлығын аяқтадық. Біз әрине дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Бізде осы дескрипторда толықтай балл берілген екен. Бізде толықтай балл 13 балл екен. Осы 13 баллдың толықтай біз 13 баллын қазіргі таңда жинап отырмыз. Берілген критерий бойынша біз тапсырманың барлығын түгел орындап болдық. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда біз БЖБ 2 тапсырмаларын сіздер үшін шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.